ағаштан кілт жасап түрмеден қашып кетеді. Сәлем достар, сіздермен Кинотайм каналы. Бүгін біз «Побег из Претории» деген фильмге қысқаша шолу жасайтын боламыз. Бұл оқиға шын өмірде 1970 жылдары болған екен. Ал енді жақсылап жаттап алыңыздар. Басты рөлдерде Гарри Поттерді ойнаған актер. Бұл фильмде оның аты Тим Дженкин және оның досы Стивен Ли. Тим, Стив екеуі өкіметке қарсы шығамыз деп ұсталып қалып, ең қатал түрмеге және де адам сенгісіз мерзімге қамалады. Мерзімдерін күтіп отыруға болмайтындығын түсінген екі дос түрмеден қашу жолдарын бірінші келген күннен-ақ ойлай бастайды. Бұл түрмеден әлі ешкім қашып көрген емес. Өйткені бұл жердің қабырғаларының биіктігі 6 метр. Қай жерге барсаң, сол жердің барлығы күзет. Сенің қашқың келіп жүргеніңді біліп қойса, туалеттің суын ағызып үлгермейсің. Бірден охрана келіп бір жеріңді айырып тастайды. Сосын барлығы қабат-қабат есіктер. Одан бөлек әр сантиметр сайын сым тартып тастаған. Бірақ тек қана бір жолы бар. Ол ең басты есік арқылы. Бір түні Тим Дженкин ойланып отырып, есіктің құлпын өлшеп, оған ағаштан кілт жасап көрмекші болады. Келесі күні шомылып жатып, Стив екеуі қастарына тағы да шаш өсіп өткен бір досын тартып алады. Тим оларға идеясын айтса, олар «Сенің есің дұрыс па?» дейді. «Кілтті жайдан жай темірден істемейді ғой», деп онымен келіспейді. Сосын Тим өзіне сеніп, бәрібірде сол істі жүзеге асырамын деп, соны істеуге бел буады. Ол үшін оған кілттің өзі керек, бірақ ол оны ала алмайды. Сол үшін күн сайын шамалда бір мүмкіндік болса, кілтке қарап алып, оның ұзындықтарының барлығын жаттап алады. Бір күні ол шеберхананың ішінде кілтті жасап шығарып, шай ішетін термостың ішіне тығып алып, бөлмесіне апарады. Сосын бөлмесіне барып, шамалы ұштарын дұрыстап, бірінші есікті ашып, қатты қуанады. Ал енді оған екінші есікті ашу керек. Ол есікті ашу үшін есіктің ар жағынан келіп біреу итеру керек. Сөйтіп тағы да сол тәсілді пайдаланып, екінші кілтті істеп шығарып, оны тексеріп көрмекші болады. Барлығы сәтті өтті, бірақ кілт сынып қалды. Жақсы жері олардың тағы да жолы болып, күзетші оны өзім ұмытып кеткен шығармын деп еш үндемейді. Сөйтіп бірнеше уақыттан кейін олар үш дос болып ақылдасып отырған кезде оларды күзетші көріп қояды. Олар сыр бермей тағы да құтылып кетеді. Сөйтіп бөлмелерін жинап отырып, олар жақсы зат тауып алады. Ол қарапайым швабра. Тим сол швабра арқылы есіктің ар жағынан итеретін тәсілді тауып алады. Бірнеше уақыттан кейін олар үшінші есікті де ашады. Сөйтіп Тим бір қап-қара баклажан досына қашу үшін киім тапсырып, оны да сәтті алып алады. Ал өздерінің жаман киімдерін төсекке орап, ұйықтап жатқан адам сияқты қалдырып кетеді. Әлі қашу үшін алда бірталай есік бар. Олар күн сайын түнде шығып жаңа есіктен ашып отырады. Бір кезде ұсталуға шамалақ қалып, адам сыймайтын шкафтың ішіне дос екеуі тығылып, терілеп кеткен саусақтарымен есікті әрең ұстап, тағы да бір рет жолдары болады. Сөйтіп бір кезде күзетшілер ағаш кілттің ұшын тауып алып, Тимді сабалауға келеді. Бірақ Тим болса, олардың құлақтарына лапшаны іліп жіберіп, «Бұл кілт емес, бұл деген суретті қыстырып қоятын нәрсе ғой» дейді. Содан кейін Тимға ұйқы жоқ. Түні бойы уайымдайды. Осы бір айдың ішінде олар 39 кілт жасап шығарып, бүкіл түрмені өздерінің 5 саусағында жаттап алып, 404 рет өтіп шығыпты. Сөйтіп бір түні нақты шешімге келіп, қашайық дейді. Сол түні олар күзетке ұсталып қала жаздап, бірақ бір досы шамды өшіріп қалып, олардың тағы да жол болып кетеді. Сосын барлық есікті ашып келіп, ең соңғы жерге келіп тіреді. Бұл есіктің кілті жоқ. Барлық кілтті салып көрсе еш қайсысы болмайды. Сосын шаш өсіп кеткен досының басы істеп кетіп, есікті ұрып-ұрып, бостандыққа шығып кетеді. Далаға шығып, такси ұстап, Лондон қаласында 15 жыл бойы тығылады. Сөйтіп өкімет құлағаннан кейін олар өздерін ақтап алады екен. Осымен фильм бітті. Достар, біздің каналымыздағы басқа да видеоларды көріп кетіңіздер. Және лайк басып, подписка істеп, комментарийда өз ойларыңызбен бөлісіп кетуді ұмытып кетпеңіздер. Келесі видеода кездескенше.